Отырып тұрудың пайдасы. Скваттар, яғни отырып тұру. Бұл өте жан-жақты жаттығу. Ол артық салмақтан бастап, жамбас көлеміне дейінгі көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Скваттар негізгі күш жаттығуларының бірі. Соның ішінде пауэрлифтинг және бодибилдинг сонымен қатар жалпы физикалық дайындықта да маңызды жаттығулардың бірі болып саналады. Егер сіз келесі 2 аптада күн сайын 100 рет отырып тұрсаңыз, сіздің денеңізге не болатынын айтамыз. Видеоны бастамас бұрын сіздерге арнаға жазылып, видеоны лайк басуларыңызды сұраймын. Ассалаумағалейкум. Егер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Отырып тұру бұлшықет массасын алу тұрғысынан ең тиімді күш жаттығуларының бірі. Қозғалыс көп буынды, үлкен және кіші бұлшықеттерге әсер етеді. Төменгі дененің барлық бұлшықеттері жұмысқа қосылады. Қозғалыстың әртүрлі нұсқалары жүктеменің екпінін әртүрлі бұлшықет топтарына ауыстырады. Сіз 2-2,5 килограммды тастайсыз. Әрине артық салмақ мөлшеріне байланысты шамамен 60 рет күш жаттығуларынан кейін жаттығулар нағыз кардиоға айналады. Және жүздеген қайталануларға жетіп, сіз шамамен 150-200 калорияны жағасыз. Сіз бірнеше литр тер жоғалтасыз. Ол тәжірибеге келіскен еріктілер 80-нен еселенгеннен кейін тердің тек шелектермен ағып шыға бастағанын атап өтті. Мұндай әсерге қарқынды жүгіру кезінде де қол жеткізу мүмкін емес. Жоғарғы қарқынмен ұзақ уақыт жүгіруге күш жеткіліксіз. Сіз денеңіздегі кейбір өзгерістерді байқайсыз. Егер ұйқы және тамақтану режимдері бірдей болса, онда 2 аптадан кейін сіздің денеңіз өзгере бастайды. Жамбас сәл жұқа болады, ал бөкселер тартылып, сымбатты болады. Кейбіреулерде бел де жоғалуы мүмкін. Өйткені отыру кезінде істің бұлшықеттері белсенді жұмыс жасайды. Және бұл жаттығуды ұзақ уақыт орындау кезінде тері астындағы майды жағады. Сіз төзімділікті жақсартасыз. 2 аптаның соңында сіз осы жүздеген жаттығулардан шаршамайсыз. Бұл сізге әдеттегі жаттығу сияқты көрінеді. Енді сіз 2-3 километрді шаршамай оңай жүгіре аласыз. Қан айналымын жақсартады. Тамырларда да, ми жасушаларында да сіз көбірек назар аударып жинала бастайсыз. Ал қиын тапсырмалар енді мүмкін емес болып көрінбейді. Еңбекке қабілеттілігі мен проблемалары бар адамдар үшін жаттығулар элементтері бар гимнастика қажет. Олардың көмегімен адам жігерлі және стресске төзімді болады. Зат алмасу жақсарады. Метаболизм. Сіздің денеңіз тағы 100 отырғышты аяқтағаннан кейін бірнеше сағат бойы калорияны жояды. Өз фигурасына мән беретіндер үшін өте пайдалы артықшылық. Бүгінге менде бары осы. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Ернат. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.